Дүкеннен мороженое сатып алмаңыз, енді өзіміз жасаймыз. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіз, жасалу жолы өте оңай, дүкендікінен еш кем емес, 3 түрлі начинкамен. Ең алдымен кез келген сливкиімізді 33% сливкиді алып, жақсылап миксерлеп формасын ұстағанша, одан кейін үстіне сгущенкамызды салып, жақсылап араластырамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін 3 ыдысқа бөлеміз. Бірінші ыдысына шоколадты ұсақтап турап, сосын мороженемізді құйып, жақсылап араластырамыз. Ал екінші ыдысқа құлпынайды жақсылап турап, оны тағы араластырып, арнайы формаға осындай мешокпен құятын боламыз. Мінекей менде 3 түрлі начинкамен, шоколадпен, құлпынаймен, жай ғана өзі. Сосын морозилкаға 4 сағатқа қатырамыз. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын, менің парақшама тіркеліп қолдап кетіңіз.